Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі пәнінің 43 сабағы. Сөйлем дегеніміз не? Сөйлемнің айтылу мақсатына қарай бөлінетін түрлерін білетін боламыз. 23-ші жаттығу. Суретке қара, қожа туралы фильм қалай аталады? Оның кейіпкерлері кімдер? Оқы. Неге шақырдың, қожатай? Шақырғам жоқ. Дауыстағандай болдың ғой. Сізге емес, жайша, мұнда құпия кеңес өтіп жатыр. Бөгет жасамаңыз. Бердібек Соқпақбаев. Оқығаныңның диалог екенін дәлелде. Диалогке кімдер қатысты? Кім сұрады? Кім жауап берді? Диалогты парталасымен рөлге бөліп оқы. Оны көшіріп жаз. Менің атым Қожа деп аталады. Басты кейіпкері Қожа. Диалогке қожа мен әжесі қатысты. Әжесі сұрады, қожа жауап берді. Неге шақырдың, қожатай? Шақырғам жоқ. Дауыстағандай болдың ғой. Сізге емес, жайша, мұнда құпия кеңес өтіп жатыр. Бөгет жасамаңыз. Диалогке әрбір кісінің сөзі жаңа жолдан басталып, алдына сызықша қойылып жазылады. Оқы, қай сөздердің тобы сөйлемді құрап тұр? Өз жауабыңды дәлелде. Сөйлемді көшіріп жаз, бұл сөйлем қандай ойды білдіретінін айтып көр. Бірінші, неге қожатай шақырдың? Екінші, неге шақырдың, қожатай? Біріншісінде сөйлем емес, сөздер берілген. Мағынасы байланыспайды. Екіншісінде неге шақырдың, қожатай? Бұл сөйлем екен, балалар. 25-ші жаттығу. Қожаның алдына қойған міндеттемелерін оқы, көшіріп жаз. Неше сөйлем жазды? Әр қайсында не туралы айтылған? Сөйлемнің бірінші сөзі қандай әріппен басталып жазылады? Соңына не қойылады? Ауызша сөйлеуде сөйлемдер бір-бірінен қалай ажыратып айтылады? Сабақтан себепсіз қалмаймын. Бұл бірінші сөйлем, Үйде берілген тапсырманы уақытында орындаймын. Бұл екінші сөйлем. Мен үлгілі оқушы баламын. Үшінші сөйлем. Сөйлемнің бірінші сөзі әрдайым бас әріппен жазылады. Сөйлемнің соңында нүкте қойылады. Бұл мәтінде 3 сөйлем берілген екен, балалар. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлем соңына не нүкте, не сұрау белгісі, не леп белгісі қойылады. Хабарландыруды оқы. Неше сөйлем бар екенін анықта. Хабарландыру. Қаңтардың 7-сі күні сағат 10-да шаңғыдан мектепішілік жарыс өтеді. Жарысқа қатысамын деушілер ұйымдастыру комитетіне алдын ала тіркелу қажет. Көлік мектеп жанынан 8:30-да жүріп кетеді. Ұйымдастыру комитеті. Бұл мәтіннен не байқадық, балалар? Дұрыс айтасыңдар, тыныс белгілер қойылмаған. Ендеше бізге тапсырма тиісті тыныс белгілерін қойып, хабарландыруды көшіріп жаз. Сөйлем соңындағы тыныс белгілерінің әрқайсысы қандай қызмет атқарып тұрғаны туралы өзің қорытынды жаса. Қаңтардың 7-сі күні хабарландыру. Қаңтардың 7-сі күні сағат 9-да шаңғыдан мектепішілік жарыс өтеді. Нүкте. Жарысқа қатысамын деушілер ұйымдастыру комитетіне алдын ала тіркелу қажет. Нүкте. Көлік мектеп жанынан 8:30-да жүріп кетеді. Нүкте. Ұйымдастыру комитеті. Енді бұл жерде 3 сөйлем бар екен, балалар. Сөйлем басталғанда азат жолдан жазамыз. Сөйлем аяқталғанда нүкте қоямыз. Сөйлем басталғанда бас әріппен жазамыз. Көркем, қатесіз көшіреміз, балалар. Шығармашылық үзіліс. Диалогты қалпына келтір. Ол үшін мына жауаптарды қандай сұрақтар қою арқылы алуға болатынын анықта. Беріктің иті жоғалып кетті. Жоқ, ол хабарландыру жазбады. Мен Беріктің итінің ерекше белгілерін білмеймін. Сол себепті хабарландыру жаза алмаймын. Беріктің итінің суретін тауып хабарландыру жазайық. Сен хабарландыруды қалай жазар едің? Балалар, бізге берілген
диалогтарды реттеп көрейікші. Беріктің иті жоғалып кетті ме? Хабарландыру жазды ма? Итінің ерекшеліктері қандай? Итінің суреті бар ма? Ал балалар, 28-ші жаттығуға қараймыз. Сынып оқушылары тіл апталығына қызу дайындалып жатыр. Хабарландыру жазуды мұғалім саған тапсырды. Сен хабарландыруды қандай мазмұнда жазасың? Хабарландырудағы сөйлемдерді пайдаланып, мұғаліммен болатын диалогты көрсет. Хабарландыру. Наурыздың 7-сі мен 17-сі аралығында ана тілім ардағым атты тіл апталығы болады. Тіл туралы баяндама, эссе жазу осы шарттар бойынша өткізіледі. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.